Қазақ халқындағы үлкенге деген құрмет. Қазақ халқында үлкенге құрмет өте ерекше құндылықтардың бірі. Батыстың технологиясын, жасанды интеллектін, басқа да көптеген салалардағы жетістігін аламыз деп, осы рухани, мәдени дәстүріміздегі құндылықтардан біз айырылып қалмауымыз керек. Қай заманда алып қарасақ та үлкенді сыйлау бірінші орында тұрады. Өйткені біздің дана халқымыз ұяда нені көрсең, ұшқанда соны ілесің дейді. Бізде қара шаңырақ болған білесіздер. Ата, әже, әке мен ана, одан бөлек бала, немере, барлық буын өкілдері бір шаңырақтан өмір сүрген. Сонда атаның төрде отыруы, ол асты жемей басқалардың бастамауы, одан кейін барып басқалардың ілесуі, үлкен тұрмай дастарханнан басқалардың тұрып кетпеуі барлық үлкенді сыйлауға негізделген. Үйдегі маңызды шешім, үйдегі әкенің орны, ананың орны барлығы өзінің ретімен қойылған. Жастарды осы бір құндылықтан айырылып қалмауға, ағаны қашанда аға деп сыйлауға, әке мен атаның қашанда өзінің тірі кездерінде қадірін білуге сыйлауға шақырамыз. Өйткені біздер бұл үлкен бір құндылықты өзіміздің ісімізбен практика жүзінде ғана сіңіре аламыз. Бағанағы керемет даналық сөзде айтылғандай, ұяда нені естісең, нені тыңдасаң емес, ең бастысы нені көрсең, өзіміздің көрген нәрсемізді ғана, өзіміздің көрген, ата-анамыз көрсеткен нәрсені ғана біз ілеміз, сол арқылы ғана біз балаларымызға үлгі бола аламыз.